Жігіттер қазір көшеге шығып, каждый жолыққан қыздан арманындағы жігітті сипаттап берші дейтін болсаң, бәрі бір ауыздан ұқсас сөздерді айтады. Қамқоршы, сондай бір мықты, ақылды, қалталы, ақшалы, тәрбиелі, осыған ұқсас сөздер да. Осыдан кейін сол айтқан қызға осы сондай сипаттағы жігіт болып, сондай бір джентльменский бір әрекеттерді жасасаң, енді қыз айтып тұр ғой, маған сондай жігіт ұнайды деп. Қыздың сипатындағы жігіт болуға тырысып, бағып көр. Сол кезде сен 90% осы сөздерді естисің. Сен жақсы жігітсің, бірақ біз бірге бола алмаймыз. Дос болып қала берейік. Мен сен сияқты жақсы досты жоғалтқым келмейді. Осылай жүре берейік. Сен жақсы жігітсің, бірақ білмеймін, бірдеңе жібермей тұр дегендей сөздерді естисің. Или естіп қойдың уже. Неге олай? Өйткені қыз баласы, әйел адам ол ақылмен дұрыс нәрсені қалағанымен, оның инстинкттері именно осы ер адам таңдарда ақылмен емес инстинктқа сүйенеді. Любой қыздан сұрашы, сен жақсы көрген, ғашық болған жігіт қандай еді, кім еді деп. Бывший жігіті шығар, или қазір бір жігітке ғашық шығар. Соған қарай көбінде ол жігіт как раз сол таки ақылмен айтып тұрған емес, инстинкттері сөйлеп тұрған жігітті көресің. Яғни қызға отказ берген, қыздан қорықпаған, мүмкін қызды тастап кеткен, лақтырып кеткен, өзінің бір принциптары болған, шекарасы болған, қызды бір тонуста ұстаған жігітті көресің. Ол міндетті түрде байдың баласы или ақшалы спортсмен болу деген сөз емес. Ол қарапайым бір қазақтың жігіті, бірақ қыздан в любой момент айырылып қалуға дайын жігіт. Қызға тәуелді емес жігіт. Егер қыз жақтан шекара бұзылып, принциптер жылжып жатса, онда ол жігіт қызды емес, өзін таңдайды. Яғни қыздар жылап, сықтап, манипуляция жасап, оған жігітке әсер ете алмайды. Міне кез келген қыз бір жігітке өліп ғашық болды. Оған ақша құртты, уақыт құртты, сыйлық құртты. И ол жігіт көбіне осындай кинодан көрген бір аздап плохой парень дейді ғой. Сондай парень болды. Яғни қыз үшін, қоғам үшін, ел үшін емес, конкретно бір қызға қатысты ол сондай плохой парень болды. Басқа кезде черт болды, қызбен ғана бұзық болды деген сөз емес. Конкретно қызбен қарым-қатынаста белгілі бір принциптермен шекараны қоя білді да ол қыз, ол жігіт. Және сол принциптеріне сай өмір сүрді. Біздің жігіттер қалай? Біздің жігіттер қызға өзі төселіп тұрады. Қыздың айтқанын қағып алып, кейде айтқызбай жасап, қызға бір маневр жасауға мүмкіндік бермейді. Яғни адам әр нәрсеге, не нәрсеге уақытын, ақшасын құртатын болса, вложение жасаса, сол нәрсе ол үшін қымбат болады, құнды болады. Ал енді сен ақша құртып, ақша салып, қызға төселіп тұратын болсаң, қыздың айтқанын айтқызбай жасайтын болсаң, сенің миың қызды қалай қабылдайды? Қызды көтереді, қымбат қарайды, құнды деп қарайды. Ақша салып, уақыт салып, ойлап жататын болса, демек қыздың маңыздылығын көтеру керек деп тиісті гормондар бөлініп, организм сол гормондарға ыңғайланады. Адам наркоман секілді қызға тәуелді болады сосын. Ал қыз жақтан ешқандай вложение жоқ, дайынды алып, сен бергенге мәз болып, сәйкесінше қыздың миы сені құнды бағалы емес, сені керек деп қарайды. Пайдалы нәрсе деп қарайды, бір зат сияқты қарайды, бір или спонсор деп көреді мысалға. Яғни жоғарыдан төменге қарайды. Демек жігіттер қызға ғашық болудың да ғылыми түсінігі бар екен. Ол бізге кино мен өлеңнен көрсетілген бір әдемі, керемет бір нәрсе емес екен. Ғашықтық деген шынымен де сондай бір керемет дүние болса, онда адамдар қазір ажыраспайтын еді, ұрыспайтын еді, соттаспайтын еді. Ал енді күйдім, сүйдім, өлдім, ойбай деп үйленіп алып ажырасып жатса, онда қайда қалды ол ғашықтық деген нәрсе де. Олай болса, қыздың айтқаны бір бөлек, ал оның әрекеті бір бөлек екен. Әдемі қиялдағы жігітті айтып, жаңағы бір керемет жігітті описать етіп отқанымен, ішінде оны басқаратын инстинкттер бар да, оны орнына қоятын, оны жаңа қалай айтса болады, бір животный инстинкті бар, сондай бір альфа-самецтерді, агрессивный жігіттерді қыздар қалап тұрады. Соны жанымен, тәнімен қалап тұрады. Бәріміз ондай арыстан болып кетуіміз шарт емес қазір, ақырып жаңағыдай бір боец болып кету немесе бір бай болып кету. Нақты қызбен немесе әйеліңе қатысты жағдайларды өз пайдаңа өзгерте аласың. Егер сен базовый бір тақырыптарды білетін болсаң да, соны игеріп алатын болсаң. Ол үшін біздің 14 сабақтан тұратын антикурсты өтіп алуға мен саған кеңес беремін. Ол жерде қосымша пайдалы подкасттар болады, сенің сұрақтарыңа жауаптар болады дегендей, жабық телеграм каналда өтеді. Бұны мен не үшін реклама жасап отырмын? Өйткені ең қарапайым базовый нәрселерді, яғни ең төменгі тақырыптарды, қызбен, әйелмен қарым-қатынастағы тақырыптарды біздің жігіттер білмейді. Осыған дейін мен естіп консультациядан қарап келе жатырмын, видеодағы тақырыптардан қарап келе жатырмын. Көп жігіттер бұл тақырыптан хабары жоқ. Өйткені бұл тақырыпты ешкім айтпайды. Үйде айтпайды, папаң айтпайды, әкең айтпайды, ағаң айтпайды, көкең айтпайды. Олар бір шет жақтағы өз білетін нәрселермен ғана шектеліп қалады да. Жігіттер осыны ойлайды, что қызбен қарым-қатынас, әйелмен қарым-қатынас деген осылай болу керек екен деп бір шаблонный әрекеттер жасайды да. Содан кейін қадалып, жылап, сықтап бізге консультацияға келіп жатады. Яғни істерін істеп, айтарын айтып алғаннан кейін келіп жатады да. Содан кейін ол нәрсенің енді шешімі кішкене қиындау болып жатады. Яғни уақыт керек болып жатады, ақша керек болып жатады. Сондықтан жігіттер мүмкін болса, бұл жерде курсын сатып отыр, бір пихать етіп отыр деген нәрсе емес. Мен сатып отырмын, мен пихать етіп отқан шығармын, бірақ мен сендерге пайдалы нәрсені пихать етіп отырмын да. Пайдалы. Өйткені сен осы нәрсені өтіп алғаннан кейін, осы курсты өтіп алғаннан кейін, немесе бізден консультацияны өтіп алғаннан кейін сен
қаншама қадалатын нәрсенің алдын алып қоясың да, қызбен болатын нәрсені. Қаншама рет сен гүл беріп қадалуы мүмкін, қаншама рет сөз айтып қадалуы мүмкін, қаншама рет лоқ болып алданып қалуы мүмкін, пайдаланылып қалуы мүмкін. Бірақ сен бізден өткеннен кейін сен ол нәрселерді тоқтататын боласың. Яғни өзіңді лоқ етіп, өзіңді екінші вариант етіп қоюдан өзіңді сақтап қоясың. Сондықтан жігіттер, бұл жерде мен сіздерге пайдалы кеңеспен бөлісіп отырмын. Видео ұнаса лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, подписка бөліміне міндетті түрде подписаться етіңдер. Өйткені бізде көп жігіттер қарайды, бірақ подпискасыз қарайды екен. Бұл мен үшін қалай айтса болады, бір аздап бір неприятный нәрсе. Өйткені сендердің подпискаларың, сендердің комментарийларың, лайктарың менің осындай жаңа видео шығаруыма көп әсер етеді, көп бір мотивация береді. Сондықтан жігіттер, подпискаға өтеміз, лайк басамыз, комментарий қалдырамыз, пайдалы болса басқа достарына жібереміз. Және сендердің сол лайк комментарийлеріне байланысты менің осындай пайдалы көптеген тегін ақпараттармен бөлісуіме өздерің себеп боласыңдар. Сондықтан келесі видеоға дейін қош сау бол деймін.